бармысыздар? Қызық әлем бағдарламасы кезекті санын бастайды. Кейде адамдар киноға күліп, көңіл күйлерін көтеру үшін барады. Өйткені басқа кездерде күнделікті тірліктің күймегімен жүріп, айналамызда болып жатқан түрлі қызықтарға аса мән бермей жатамыз. Олай болса, бір сәт болса да көңілдеріңізді бөліп, бүгінгі бағдарламамызға назар аударыңыздар. Сіздер үшін біз ең қызықты комедиялық киноларға шолу жасамақпыз. Сондықтан халық арнасынан ауыспаңыздар. Әзіл қалжыңнан құралатын фильмдер қатарына «Почему он» фильмі бар екенін бәріміз білеміз. Бұл кинокартинадағы оқиға желісіне келер болсақ, бойжеткен қызын өз қамқорлығына алған Нет есімді көңілшек адам мейрам кезінде жанұясымен бірге Стэнфордқа келеді. Бұл жерде ол нағыз шым-шытырық оқиғаға тап боларын білмеген. Өйткені оның Стефани есімді қызы мен сол жердегі Лейерт есімді жігіттің арасында ғашықтық оты лаулайды. Бұл кезде жас жігіт ебедейсіз бір миллиардердің қызымен көңіл қосып жүрген екен. Осыдан кейін бойжеткендердің арасында бәсекелестік туындайды. Ал Нет болса бұл жағдайға алаңдай бастайды. Әсіресе Лейерт өз қызына ұсыныс жасаған кезде не істейтінін білмей басы қатады. Кинотуындыда басты рөлдерді Джеймс Франко мен Брайан Крэнстон сомдаған. Ты же не расскажешь Стефани о предложении, да? Это дрон? Лейерт шпионит за нами. Что? Пошел прочь, негодяй! Напопал! Охренели! Комедиялық жанрда түсірілген тамаша туындының бірі «Екі қосу бір» фильміндегі басты кейіпкер жауапкершілігі жоқ Самуэль есімді қыз құмар жігіт. Ол өміріндегі қиындықтарға бас ауыртпаған, бірақ күндердің бір күнінде оның өмірі түбегейлі өзгереді. Өйткені оның көңіл қосқан қыздарының бірі Кристиан Самуэльдің қолына жаңа туылған сәбиін ұстатқан еді. Осыдан кейін баланың анасы Лондонға қашып кеткен. Күтпеген жағдайдан кейін әрең есін жиған жігіт баланың анасын іздеу үшін кішкентай нәрестемен бірге Англияға ұшады. Бірақ сапары нәтижесіз болып, ақыр соңында ол жалғыз басты әке атанады. Кейін 8 жыл өткен соң сәбидің анасы қайтадан пайда болып, оны өзіне қайтарып алудың қамына кіріскен екен. Она вернется. Дай ей немного времени. У меня нет времени. Привет. Васька, мне нужен развод. Нет. Гуляй, Вася фильмін көргендеріңіз бар шығар. Егер көрмегендер араларыңызда табылып жатса, бұл киноның не туралы екеніне қысқаша шолу жасап кетейік. Кино картинадағы басты кейіпкер Митя тез арада өзінің ашушаң әйелі Василисиямен ажырасқысы келеді. Олар көптен бері бір шаңырақ астында тұрмайтын. Митя қанша талпынса да, әйелі оған қарсылық білдіріп, бостандық бергісі келмейді. Осындай қиын жағдайдан құтылу үшін басты кейіпкер жергілікті дәмханада даяшы болып жұмыс істейтін бейтаныс қызға 1 сағатқа ғашығының рөлін ойнауға ұсыныс білдіреді. Бірақ Васяға бұл аздық етеді. Өйткені Василисия күйеуі мен оның уақытша махаббатының арасындағы шындықты білуге кірісе бастаған. Өйткені Василиса күйеуі мен оның уақытша махаббатының арасындағы шындықты білуге кірісе бастаған. Братом ее будешь. Брат жены этой, невесты, мужа. Условия такие, хочешь или не хочешь, приезжайте к нам. А вы, сударь, часом не наживетесь? Я свою норму знаю. Қызыққа толы кинолардың бірі «Возьми меня штурмом» деп аталады. Фильмге қысқаша тоқталар болсақ, Джоанна есімді бойжеткен тек қана ер адамдардан құралған таңдаулы арнайлы жасаққа тап болады. Ол сұлу болғанымен өте ебедейсіз еді. Соның кесірінен жасақта қатаң жұмыс ережесі бұзылып, әскерлер басшылыққа бағынбай кетеді. Себебі де түсінікті. Өйткені ер азаматтардың барлығы дерлік көрікті сол қызға ғашық. Олардың әрқайсысы бойжеткеннің назарын өзіне аударғысы келеді. Бірақ әйелдер қауымын жақтырмайтын Юджин есімді командирге бұл жағдай ұнамайды. Оның пікірінше, нәзік жандыларға әскери жасақта жұмыс істеуге болмайды екен. Дегенмен Джоанна оған өзінің біліктілігін дәлелдеп
дәлелдеп қана қоймай, қатал басшыны өзіне ғашық еткісі келеді. Келесі кезекте тағы бір ресейлік кинокомедия жайында айта кетейік. Ол «Кухня. Последняя битва» деген атауға ие болған. Виктор Баринов есімді жоғары санаттағы танымал аспаз лайықты еңбек демалысына шықпақ болады. Бірақ бұл оған оңайға соқпаған. Өйткені Виктор бас тартуға болмайтын бір адамның ұсынысы бойынша бас аспаздар арасында өтетін жарысқа қатысуға Сочиге аттанады. Сол кезде бұл жаққа Бариновтың некеден тыс туылған ұлы Иван да барған болатын. Виктор ол туралы бұрын білмеген еді, ал баласы болса Абхаз елінде еркінен тыс үйленбекші болған Дмитрий Нагиевті құтқару үшін әкесімен тіл табысқысы келеді. Сондай-ақ ол қорғаныс министрлігінің сайтын бұзғаны үшін тығылған айыптан оңай құтылуда Бариновты пайдаланбақшы болған екен. Блокбастер фильмі жайлы не білеміз? Қылмысқа толы кинокомедия Роман Волобуевтың режиссерлік етуімен 2017 жылы жарық көрген. Басты рөлдерде Анна Чиповская, Светлана Устинова және Евгений Цыганов ойнайды. Фильм ауылда туып өскен мансапқор Наташа есімді бойжеткен жайында. Оқиға желісі бойынша ол өмірден түңілген соң, ақыры ірі көлемдегі қаржыны жымқырып, кепілге алған қызбен бірге ізін жасырады. Осылайша Наташа жақсы өмір сүруге талпына отырып, өз дегеніне жетпекші болады. Адамдар арасында көнекөз қариялар жайында түсірілген фильмдерді ұнататындар да бар. Мұндай киноларда көпшілігінде кеңінен танымал тамаша актерлар ойнайды. Сондай кинотуындылардың бірі «Уйти красиво» кинофильмі. Ондағы басты рөлдерде Уилли, Джо мен Альберте өзара жақын достар болады. Олар бейжай өмір сүріп жүргенде аяқ астынан зейнеткерлік қорда ыңғайсыз жағдай туындайды. Яғни, қариялардың есеп шотынан берілетін қаржы ойда жоқта тоқтатылған. Бұған ызаланған үш дос кек алу үшін банкты тонауға бел буады. «Удача Логана». Бұл фильм қылмысқа толы экшн-комедия жанрында түсірілген. Кинотуындыда жанкешті екі ағайынды жігіт NASCAR жарысы кезінде қарбалыста экстремальды тонауды ұйымдастырмақшы болады. Фильмде басты рөлді тек танымал жұлдыздар сомдаған. Олардың қатарында голливудтық актерлар Дэниел Крейг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Себастьян Стэн, Кэти Холмс және Хиллари Суэнк бар. Қызыға қарайтын туындылардың бірі «Дочь и мать ее» фильмі. Бұл кинода классикалық комедиялардың танымал актрисасы Голди Хоун мен жұлдыз атанғанына көп бола қоймаған Эми Шумер әзіл қалжыңды сақтай отырып, әйелдер жайындағы сюжетті шынайы өмірдегідей етіп ойнайды. Сонымен қатар, фильмдегі экзотикалық жағдай шым-шытырыққа толы оқиға желісіне қосымша әр берген. Ендігі кезектегі «Телохранитель киллері» фильміне келер болсақ, қауіпсіздік агенттігінің арнайы маманы Майкл Брайсқа дұшпанына айналған әлемдегі ең танымал киллер Дариус Кинкейді күзету тапсырылады. Дариус болса, Шығыс Европадағы бір қаншер диктатордың қатысуымен болған істің куәгері. Майкл Дариусты Англияға алып кетіп, оны Біріккен Ұлттар ұйымының халықаралық сотына апармақ болады. Бірақ бұл оған оңайға түспейді. Бас сауғалау үшін екеуі де өткенді ұмытып, барлық істі ақылдасып жасауға кіріседі. Біздің сіздерге ұсынған ең күлкілі комедиялық фильмдер жинағы осымен тәмам. Күн сайын қызық әлем бағдарламасын жіберіп алмаңыздар достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.